Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге осындай тәтті болған кекстің рецептін бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар ол жұмыртқа, 3 жұмыртқаны аламыз. Миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп, және де 150 грамм қантымызды қосып, біріктіріп, араластырып, миксерлеп аламыз. Миксерлеуді тоқтатпай, ары қарай үстіне сүтімізді құямыз, 150 граммдай. Содан соң үстіне сұйық майымызды құямыз, 100 грамм. Ұнымызды саламыз, 210 граммдай. Разрыхлитель 1 шай қасық қосамыз. Үстіне мейізімізді саламыз. Және үстіне орехтарымызды салып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Барлығын арнайы формочкаларға құйып шықтым, және де 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей осындай керемет кекстеріміз дайын болды. Өте үлпілдеп, пышный болып шықты. Үстіне әрлеу үшін сахарный пудраны септім.